Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Танымал актриса Зарина Кармен 3 жыл декреттік демалыста отырғанын айтты. Ол 1001 түн бағдарламасында жан сырын ақтарды. Екінші қызымды босанғанда декреттік демалыста отырдым. Карантин болды. Аналық сезімім күшейді ме, баламен үйде отыру керек, кішкене қатайсын деген ойда болдым. Кейін театрға жұмысқа шықтым. Мені көптеген қыз келіншек түсінеді. Декреттік демалыстан кейін өзімді ешкімге керексіз сезіндім. Көштен қалып қойғандай, кәсіби тұрғыдан қарайып қалғандай сезімді бастан өткіздім. Театрда рөл берілмеді, жұртты жамандап отыра беруге болады, бірақ оның ешкімге пайдасы жоқ. Өмір берілді, мүмкіндік берілді. Барынша өзімді қолға алып әрекет жасап, содан не керек, магистратураға түстім. Биыл бітіремін, деді Зарина Кармен. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар. Біз сіздерге ең жақсысын ұсынамыз. Сау саламатта болыңыздар.